Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, менің видео арнама қош келдіңіздер. Сіздерге тауықтың аяғын қалай дәмді етіп маринадтау керектігін көрсететін боламын. Алдымен дәміне қарап тұз саламыз. 2 дана чеснокты турап алып, оны да саламыз. Оның үстіне кетчуп майонезімізді саламыз. Оның үстіне кәуапқа арналған дәмдеуіш саламыз. Дәмдеуіштер өз қалауларыңызша. Мен қара және қызыл бұрышты салдым. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, тауықтың аяқтарын үстіне салып, біркелкі етіп, араластырып аламыз. Оның үстін пленкамен жауып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып маринадтап аламыз. Bir сағаттан соң қызып тұрған пешімізге 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тауықтың аяқтары дайын. Дәмі де иісі де керемет. Қалауларыңызша әсемдеңіздер. Менің видеомды көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.